Бауыр өзін-өзі тазарту қасиетіне ие жалғыз ағзалардың бірі. Бауырдың жұмысы жақсы болса, ол ешқандай да тазалауды қажет етпейді. Егер де сіз салауатты өмір салтын сақтап, дұрыс тамақтана білетін болсаңыз, бауырды ешқандай да тазалаудың қажеті жоқ. Алайда салауатты өмір салтын сақтамау, дұрыс тамақтанбау, алкогольді ішімдіктерді көп қолдану және де кейбір жағдайларға байланысты дәрі-дәрмектерді шамадан тыс қолданған жағдайда бауырдың жұмысы нашарлайды. Мұндай жағдайда біз бауырды асқындырып алмау үшін айына бір рет болса да тазарту жұмыстарын жүргізгеніміз дұрыс. Ал енді достар, қазір сіздерге бауырды тазартудың ең қарапайым әдісін айтатын боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетулеріңізді өтінемін. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мені шабыттандырады. Және де достар, осы айда 10 000 оқырман санына толтыруға көмектесіп жіберсеңіздер. Бұл мейіз тұнбасы немесе мейіз сорпасы деп те айтады. Яғни кептірілген жүзім. Оның құрамы талшыққа, калийге, темірге, борға, мырыш, селен, кальций, магний, натрий және басқа да микроэлементтерге бай. Сонымен қатар таңғажайып қабілетке ие инулинді кездестіруге болады. Ал дәрумендерді айтатын болсақ, А, Б, С, Е, Н дәрумендері, ақуыздар, майлар, тіпті фолий қышқылы да кездеседі. Мейіз тұнбасын жасау үшін қандай түрін таңдаған дұрыс? Мыжылған, күңгірт, яғни жылтырсыз, таза, орташа қаттылықтағы мейіздерді алуыңыз қажет. Сондай-ақ кептірілген жемістердің иісін ескеруіңіз керек. Ылғалдылық, тәттілік, бензин хош иісі болмау керек. Бұл өнімді өңдеу немесе сақтау ережелерінің бұзылуын көрсетеді. Тұнбаны дайындау үшін бізге қажет 150 грамм мейіз, 400 мл су. Дайын кептірілген жемістерді 15 минут жылы суға салып, жақсылап жуып аламыз. Жуып біткен соң 20 минут баяу отта қайнатып аламыз. Түнге қарай тұндыруға жібереді. Яғни ескеретін жағдай, тұнбаны түнге қарай дайындаңыз. Қоспаны таңертең сүзіп, сәл жылытып, аш қарынға 4 күн қатарынан тамақтанудан 35 минут бұрын ішіңіз. Осылайша айына бір рет бауырды тазалап отырсаңыз болады. Бұл мейіз тұнбасының ағза үшін ешқандай да зияны жоқ. Егер де сізде мынандай аурулар болса, мейіз немесе мейіз тұнбасын қолданбаңыз. Шамадан тыс артық салмақ, демікпе немесе аллергияңыз болса, қант диабеті, туберкулез, асқазан жарасы, ауыз қуысының аурулары бар болатын болса, онда бұл тұнба сізге жарамайды. Таза қан, таза бауыр демекші, салауатты өмір салтын сақтайтын болсаңыз, сіздің әрбір ағзаңыз өз жұмысын дұрыс атқаратын болады. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жолын іздеңіз. Сондықтан достар, өз денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Сау болыңыздар, саламат болыңыздар. Сіздермен бірге болған 100 жаса каналы.